мектебім, шашатын ертеңіме жарық. Партадан құлсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Партадан құлсыздық аспанға, жаңа өмір бастауға, жетеміз біз асқарға. Ендеше мамандық таңдау тақырыбы бойынша мұғалімдермен қысқаша сұхбат. Неліктен бұл мамандықты таңдадыңыз? Әр мамандықтың өз қиындығы бар, және қиындығымен өз миссиясы бар. Менің қазақ тілі мен әдебиет пәні мамандығын таңдаудағы мақсатым ең бірінші қазақ тілінің құндылығы мен көркемдігін, әсемдігін жастардың бойына сіңіру, көрсету, және де ең маңыздысы салт дәстүрімізді, әдет ғұрпымызды осы әдебиет арқылы жеткізу. Себебі жаңағы біздің жастарымыз тарихымызды ешқашан ұмытпау керек. Осы салт дәстүр, әдет ғұрыптар арқылы өз бойына сіңіріп даму керек. Сондықтан осы мамандықты таңдадым. Жұмыстың ең қызықты тұстары қандай? Жалпы өзінің мамандығым географ мұғалім болғандықтан балалармен жұмыс жасау өте қызықты. Мектепте де жұмыс уақытында көптеген қызықты сәттер болады. Көптеген жарыстар өтеді. Мұғалімдер арасында спорттық жарыстар, жас мамандар бойынша мектептің ішінде педагогикалық жарыстар өтеді. Сол сәттермен қызықты және балалармен жұмыс жасау жалпы қызықты болып келеді. Сол үшін де жалпы мұғалімдік мамандық болу өте қызықты. Әрқашан қызықты сәттер көп болады. Кеңес беремін. Мамандық таңдауға қандай кеңес бересіз? Егер сіз балаларды жақсы көрсеңіз, балалармен жұмыс жасаған ұнайтын болса, адамдарға жаңа нәрсені үйреткенді ұнататын болсаңыз, бұл мамандықты таңдауға кеңес беремін. Балалармен жұмыс жасаған кезде, балалардың қалай уақытта өздерін еркін ұстауы, ертең болашаққа деген еркіндіктің белгісі деп білемін. Сол себепті жалпы осы мамандықты таңдауға барлықтарыңызға кеңес беремін. Соңында айта келсем, қандай мамандық таңдасаң да әр адамның өзінің сүйіктісі болу керек. Және кез келген мамандық таңдасаң да соған жетелейтін мұғалім. Жетеміз біз асқарға.